Жарқырауық қоңыздар. Нұх пайғамбар кемеге барлық жануарды тиеген соң, жер бетін топан су басты. 40 күн бойы жаңбыр жауып, еш толастамады. Кемеге су кірмеу үшін пайғамбар есік-терезені саңылау қалдырмай түгел жапқан еді. Бірақ кеменің іші қап-қараңғы түнекке айналды. Бәрінің бойын үрей биледі. Сол сәтте Нұх пайғамбар Құдайға қол жайып: «Уа Тәңірім, маған жарық бере көр», деп жалынды. Тілегі сол заматта қабыл болып, Жәбірейіл періштеге 2 гауһар тас әкеліп берді. Гауһар тасты кеме ішіне тастап еді, олар жарық шашатын қоңызға айналып кетті. Кеменің ішін жарық нұрға бөледі. Сол кезде ғана барлық жануардың үрейі басылып, кеме ішіндегі тіршілігін бастап кеткен екен деседі.